Оқушыларды топқа бөлудің өте көптеген әдіс-тәсілдері бар. Бүгін солардың ішінде бесеуіне тоқталамыз. Бірінші, қағаз қиындылары. Бірнеше құттықтау қағаздарының әрқайсысын немесе ақ парақты алып, топ құрамындағы оқушылардың саны бойынша жыртамыз. Оларды араластырып, оқушыларға таратып береміз. Оқушылар қиықтардан бүтін құрастырып, сол бойынша топ құрайды. Екінші тәсіл ұқсас ерекшеліктеріне қарай топтастыру. Мұғалім оқушыларға қандай да болмасын бір ерекшеліктерін айтып, мысалы, туған айы, жұлдызнамалық белгісі, киген киімдері, шашының түсі деген сияқты сол бойынша 4 немесе 5 адамдық топтарды құруды тапсырады, немесе топтарды құру жұмысына өзі кіріседі. Мысалы, мында үйдің 3-ші қабатында тұратындар отырады. Мына жерге үйдің кенже балалары отырады. Мында Samsung ұялы телефондары барлар отырады. Мында партаға бас киім киіп келгендер отырады деген сияқты топтарға бөлуге болады. Келесі тәсіл ән бойынша бөліну. Оқушылар топтарына ел арасында көп тараған кеңінен таныс әндердің бірі шумағы мен қайырмасы жазылған карточкалар таратылып беріледі. Оқушылар сол әндерге байланысты топтарға бөлініп, карточкаларды келтірген әндерді бірлесе орындайды. Келесі сап түзеу әдісі. Оқушылар туған айлары мен күндері бойынша сапқа тұрады. Алдымен қаңтар айында туғандар, ал ең соңында желтоқсан айында дүниеге келгендер тұрады. Топ құрамында бір айдан туған оқушылардан құралады, немесе алдыңғы оқушыдан бастап 4 адамнан тұратын топтар құруға болады. Сапты оқушылардың бойлары бойынша да түзеуге болады. Онда топтар бойы аласалар, бойы орташалар, бойы биіктер болып бөлінеді. Сапты алфавит бойынша да құруға болады. Алдымен есімдері немесе фамилиялары А-дан басталатындар тұрады, қалғандары олардың артынан тізіледі. Сапты киген киімдердің түсіне қарай түзеуге де болады. Алдымен қара киімділер, әрі қарай киімдері ақшылдана түсіп, сап аяғында ақ киімділер тұрады. Келесі тәсіл киімнің түсі бойынша. Бір партаға киімінде қара түс барлар. Тіпті киімінде қара түсті бір фрагмент болса да жеткілікті. Екіншіге қызыл түс, үшінші партаға ақ түстілер, төртінші киімінде жасыл түс барлар, тағы сол сияқты отырып топтастырылады.